Сәлем достар, сіздермен Жансая. Бүгін үй жағдайында пицца дайындаймыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды қосып қойыңыздар. Ең алдымен жылы суымызға қант салып, дрожжи салып, көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Көтерілгеннен кейін үстіне майымызды құйып, майонезімізді салып, ұнымызды қосып қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін көтерілгенше бетін жауып қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Шұжықтарымызды турап, ірімшігімізді үккіштен өткізіп, соусын дайындаймыз. Көтерілгеннен кейін нанымызды дайындаймыз. Осылай қолымыздың көмегімен жаймалап, үстіне соусын жағып, шығатын боламыз. Бетіне шұжықтарымызды қойып, 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін пиццамызды алып шығып, үстіне сырымызды қосып, тағы да 5 минутқа пешке саламыз. Біздің пиццамыз дайын, дәмі өте керемет болып шықты. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.